birge şaklarını. Нинди күңелле вакытында җәмәгать бер мәрхүм абыем инде авылда әйткән миңа, мин Татарстанга җыйналган чакта әйткән, ичмасам син ди үзебезнең халкыбыз арасында рәхәтләнеп яшә дип әйтәдер. Хак сүз җәмәгать. Күп халыкта әйтем йөри. Урысча әйтсә дә буланы, чөнки халык ара әйтем ул. Богач на чужбине бедняк дигән. Нинди бай яшәмәсен кемдер мәсәлән. Әгәр дә ул теге киндек диләр пуповина, шул киндек белән көчле бәйләнештә булса, туган яклары белән, бигрәк тә туган халкы җире белән сагындыра бәрбер. Аны түгел әле вакытында сөйләгән бер чакта әти мәрхүм ахыргы яшәгән пешәнгә абыйларым белән кушты җибәрде барырга. Мин бер барып кайттым. Сез җәмәгать белмисез, Оренбур өлкәсенең көньягында нинди киң далалар, нинди яман юллар. Анда да трактор эчендә урын булмады. Арбасында арбасы сикергәләп шакыр ничә чакрым бер барып кайтканда инде әйтерсең көн буена азапланган шикелле. Теге вакытында Эйнштейннан сораганнар. Нәрсә ул теория относительности дигәннәр. Ул әйткән, яраткан сөекле кызың белән төн буена кочакланышып утырсаң да бер мизгел шикелле тыела ди. Әгәр дә шәрә гафу итегез, күтең белән эссе кайнар дип әйтәләр, эссе плитага утыр ди. Бер мизгел гомер кебек тыелыр ди. Гомер буе, гомер кебек ди. Шуның кебек ул. Мәсәлән, теория относительности. Әгәр дә син шундый авыр шартларда китеп барасың, тракторның арбасында мәсәлән сикертә син анда, сиңа юл бик озын тыела. Шунда бер барып кайттым да, икенче барасың килмәгән. Әти мәрхүм ялына башлады. Бар инде балам, бар. Шунда мин инде аларга каты сүз әйтергә уңайсызланып, нәрсәдер әйтергә кирәк бит. Менә сезгә әйтәм, дөньяны калдыргач, мин монда кайтып та килмим башка авылыбызга дидем. Юк диде. Сагынырсың әле яман Покровканы ди. Ну, туган авыл инде. Анда бер туганнарын калмаса да, элек 4 гаилә яшәде бер туганнар, әти әнидән башка. Хәзер берсе дә калмады. Икәү дөнья калдырды, 2 гаилә китеп калды. Ата-ана инде бигрәк тә инде алар иң беренче китте инде. Вот. Туган як. Шул менә мәрхүм Илһам абый Шакиров рухы шат булсын. Мин аны Сабантуйда утырдык, сахна астында яңгыр вакыт ишәдри. Ул качып калды бер үзе, мин генә
Мен антығы журналист боларақ мені пропуск берелері шунда Сабантуйға сахна янына яңғыр башланғаш, ол сахна астына қашты, мен де сөйлесіп отырдық. Мен аңғайттым еді, ол біздің ауылға келіп, Крашнарика мында деп сөйлеген, көбісі Крашын келген концертқа, чүнки біздің татарлар енді анда жырларға бек есі кетмеген, енді Крашнар алар соңырақ келді. 50-60 жылыны, 61 жылыны ауылыбызда шыла көралар мәдениетке тартылып, сағынып, сусап келгенлер, андағы тұрған татарлар бек ислерде кетмеген, қызғанышқа қаршы. Шуны сөйледім, Сахалинда анын Мәскәуден жырларын тапшырғанлары аны хақта сөйлегеніне қызғанышқа қаршы мен иске келмедім, ұялдым, оңайсыландым да сөйлемедім яға. Шул жырлар арқасында мен Татарстанға келіп орнаштым жемағат. Шуны жырларын тыңлағаш, Сахалинда қалам деп берген уақытында мен практикада болдым. Енді Мәскәуден радиодан тапшырғанлары анын хақында тапшыру енді шул болды. Анын жырларын берділер. Мен шунда ешіттім даларыны. Татарстанға бір қашан мен келіп мұнда газетті, татар газетінде алар орыс тілінде тәржіме ететін газет, шоларға нәрсе енді, дейлер енді. Уборка урожай орысша айтмышты. Міне гіл сөздеріні еске түсіремсең, шул уақытта қошып тұралар алар. Урақ дейлер, тағы нәрсе дейлер. Шул уақытта мен келіп оларға ерден біткенім. Шына көре, аларға мен шалтыратқаным, олар аптырап кеттілер. Хатта Сахалинда сен ерейсің, айтам, Татарстанға келесің, келе, меңе шақыру қағазын ясағыз әлі деп, меңе ясадылар шақыру қағазын. Шулай Татарстанға келіп орнаштым. Әлі шул Илхам абый мәрхум рұқшат болсын. Шунын жырлары бәлки уақыт тында келіп яңғырап тұрғандыр радиодан. Ол уақытта жамағат білесіз енді татар мәдениетіне андай зор иқтибар болмады. Мен өзім гүл көзетіп тұрдым. Алар Мәскәуден телевидениеде анда-санда йылына бір тапқырмышында Әлдәрмен, Әлбәдәрмәш ауылынан деген қарт хақында спектакль, концерт буладыры, анда-санда хатта мен хәрби кафедрада оқып бергенде, анда мен киномеханик болып ішледім. Шуға көре біраз мен бушырақ едім. Шуға көре концерт барадыры. Ол уақытта Мәскәуден радиодан, телевизордан мен аны барып көрші Ленина 13-те біздің хәрби кафедра орнашқаны, көршідагіна бір музыкал мәктәпні, шунда директорына, мүдіріне мүражағат етіп, ол менге рұқсат етті. Хатта ол концертіні кассетіға да yazып аларға, телевизорға тұташтырып. Шуны айтасы келе. Міне жамағат шул айтасы келе. Туған яқул бүтін халықта да айтқан бек көп айтым. Нәр, өзіңні еліңді, қар кіші қанды, тағы нәрсәді. Неше кіші бай яшамасын, міне мен базарға барам, анда қойсылары, әлі келгенлер ялар бек андай бай болмадылар. Міне еллар дәуірінде демейм, дистелер ел дәуірінде алар байып кеттілер. Аларның фәлән нехатлы кибетлері бар. Алар шул қарамастан бәрібір бізге күннәшіп қарылар. Чөнки біз ата-бабаларыбыз жерінде, тарихи жерде, өзіміздің халқыбыздың түп жерінде, милләтібізнің ватанында яшейбіз. Шуңа күрә өзі бір бәхет ол. Өзі бір бәхет. Әлі Екатеринбург шәһәрендә мәсәлән оқыған шақта мен анда-санда темір жол вокзалына бара идем. Анда не дейік,
Қазан, Мәскәу. Мәскәу, Қазан поезд узып кетеді. Шуны қызықсынып, біраз нетіп енді көңілсіреп, ұзатып қоядырым көздер білем. Міне бұл Қазанға бара, міне бұл Қазанға бара. Не енді андайтырға? Мәселен, Уртамы дерге бұла Урал, бізде Екатеринбург ашуда да Күнияқ Урал деген автобус келсе, ол да Оренбургдан түгіл, Челябинсктен келген мәселен. Аны да мен көруге шотланадырым. Бұл Оренбург түгіл мекен, туған яғым деп. Қатта Оренбург түгіл мекен деп. Міне шулай. Әлі былтыр енді бұйыл түгіл. Энгиз шәһәріне барған шақта мен электромеханика оқыған бір училище янынан озып кеттім да, еске түсті. Тігі туған яқны сағынғаш, орындықтың астына ручка білән шариковый Соль Илецк деп жазып қойған ем. Сіз енді аңларсыз аны сағынуны. Чүнки ол тігі Соль Илецк, яғни Түстүбеге барығыз, анда Тұзлы көлмі, шынан соң Пышырақ көлі бар, енді балшықлы нәрсәмен шол файдалы тігі давал етірген. Анда да кіші бір атнаға келі, туған яғын сағынып, мә әлі ғырланып, мә өзін шәһәрін, келген шәһәрін шыл есімін yazып қоя. Әмин енді анда, енді 11 айға оқырған келген кіші, анда 2-3 айдан сағынып, қайтасы келіп, орындықтың астына yazып қойдым. Соль Илецк деп. Оқытышы қояндар көрген. Түркімге кірді де, сұрау берді. Кто здесь из Соль Илецка де? Қар қайсысы мені бармақ білен көрсетті енді. Шында ол мені сабын берді де, шул орындықтың түбін астында юырға қошты. Шул уақытта. Шуны қарамастан да алар мені 6 бешлі қойдылар, 3 4-лі, бірсі 3 болды. Чүнки Совправодан ол мүдир алып барғаны, яны. Шуны сұрау бергенде мен аға жауап бере алмадым. Шуна көре бір қойды ол меңа. Шунасы нешіктір 3 етіп қойған. Ник бір деп yazмаған оған. Вот, Совправоны мен бек аңламайдырым аны. Мен шуны айтасы келе, қойдасыз болмағыз, бәрбір туған яқ шақыра, сағындыра, қатта міне Сахалинда да боласың, бір нихатте тұрасың, анда бір магнетизм қала, бір недер бар қайтасы келе, қатта міне Саратовқа бардым, Энгельсқа бардым, шунан соң тігі Таджикистанда барғанда қатта базарға барып шықтым. Алар Пәншәмбі базары де, мәселен, Пәншәмбі де. Шунда неше ел мен болмадым, бала шақта ғана болдым. Енді неше ел ұзғаш барып шықтым шул базарға. Шуларны көрдім. Насип болған, чүнки автобус уақытта хата нештір мені алып кетті. 2 атна тұрдым мен командировкада шунда Худжан шәһәрінде. Ақырғы күн, аны Кайракум деңгізі деп атылар. Шунда да болдым уақытында барып қайттым. Езіп әзірек көңіл ашып. Бұл базарда мен барасым келгені, бәлки шул тігі менім қиялым тұрмышқа ашқандыр енді. Мен шул барып, ялғыш отырып автобусға шында барып шықтым шул базарда. Шуны чүнки бала шақта мен Өзбекстанда 1,5 ай тұрдық мы, бір туған әбей шunda барғаны бізді шул яқта Өзбекстаннан шunda кешлактан. Шул бәрібір шул яқлар сағындыра. Қайда болма, шул жер тартады тұра, кімдір айта, енді тамамлап айтасы келе, ол айталар, міне не кіші, бала шақта, яш шағында, бигрәкті бала шақында, қайда болған шул жерге тартады тұрады. Ол де энергетикасы қалады янда кішінің, олақта энергетикасы күшлі. Міне, білмейм енді бір орынлы ма, жоқ ма, бала шақта бізге саташып шағырық, әне мархум айтады, шайтан сізді нетеді. Боршы үшінгі біздің энергетик көп, шайтан энергетиканы қолданам әлі, білмейм аны. Қақ ма, жоқ ма, дұрыс ма, жоқ ма, сәбәбі ненде білмейм аны. Ашу айтасы келі. Кіші бет үлкен айға шалай нетмей, бала шақта әлінен саташып,
нейті ол, тігі Ғабдулла Тоқайда бармы? Отларыны тігі жіберсе де, қайсы уақытта де бүтін сабын болып нейті отты, аны де шурәлі де азаплаған де. Шул халықта түрлі нелер бар инде, сөйлейлер инде, әкиет түгіл инде. Нәрсе деп атарға білмеймін шул. Мәселен, шул атлар түнне жіберсе атны де, ол де ашамай түн бойына гіл терге батып, сабын болып деп, мөйлі де, қайта ат де, ашлы тұқлы де, аны түн бойына кімдір азаплаған де. Шул көбік мәселен, балашақта да кішіні, әлі шул бір жин пәри, мен китаплар, журналлар гіл көбі, әне мәрхім етедері, мына шул китапларыны астына саласын де, газет журналларыны де. Шуна көрәсін жин пәри түнне йоқларға бермейді. Мен аңламайдыр, неше бұл китап. Китапның энергетикасы болған шөлі ол китапларын мәйтам. Анда аңлап жетмедім. Шуна айтас келі, жемәғат, энергетика күшілі, туған яқны энергетики бігірек та күшілі. Мен жайкіні туған ауылда болғанда гіл мұржақат әйттірім. Қайтығыз, туған яқ, қайтығыз. Үш бітмәс ол деп. Қар шақта да қайтығыз. Сізні мұнда сағыналар, чүнки алар сізні болашақтан апалар, балаш жасыған сізні өскенні көрген, алар сіз аларға туған кебек. Алар шатланалар сізге туғанларыңыз қалмаса да ауылда қайтығыз, қайтып келігіз. Туған ауылда урамда қалмасыңыз деп. Мен шул бір қазақ апас айтқан, мен айтам, абый кетті неге, шәһәргә, ауылда бір кіші жоқ, ол айта, туған ауылыңда урамда қалдырмасылар, шүншкәлі әскелі. Туған яққа жемәгәт қайтығыз, сағындырмаса да қайтығыз, шүнки сізні сағынып тұраларды шақырсалар бігірек барығыз. Шүнки әйтелер, барған жерге барығыз, шақырмаған жерге бармағыз. Сізні шақыралар, сағыналар, күтелер, шуна көре давам етіп, тамамлап, енді жоқ. Қабатлап айтас келгені, мен аны орыс тілінде сөйлегенім, шуна көре татарша қабатлап айтас келе жемәгәт. Туған яққа барығыз. Hürmet ettiniz ağıldaşlarını, yaqtaşlarını şol iqtibarınız bilen alarga көңіллі bola. Çünki hazır şunday vaqtlar оңай нәрсе түгел, вақыт оңай түгел. Сағындыра, кішілерін ішіп ұша, ілеккіша, енді қазір Советлар Союзы түгел, тұрмыш біраз нешіктір көңілсізлене, қайсы вақытта кімлер балалары шәһәрләргә кетіп қала, үлкен кішілер, алар ауылдаш балалар келселер де өз балаш шекілі қабыл етелер, шатланалар. Менә шундай тіләшәкләр белән тамамлыйсым килә. Үземнән ушы видеоны исән сау торыгыз. Туган якны онытмагыз.